Ежелгі Рим империясында мынадай бір оқиға болған екен. Рим императорларының бірі ең атақты деген мүсіншіні шақырады да соған мынадай тапсырма береді. Мен мына халқыма бақытты адам мен бақытсыз адамның бейнесі әрдайым үлгі болып тұруы үшін екі ескерткіш қойғым келеді. Сен сол бақытты адам мен бақытсыз адамның бейнесін жасап бер дейді. Сонда мүсінші тұрып, тапсырмаңыз оңай дүние емес екен. Маған біраз уақыт керек дейді. Император дегенің болсын, бірақ бақытты адамның келбеті сондай пакизат болсын, жүзінен нұры төгіліп тұратын болсын дейді. Мүсінші бақытты адамды арыз деп, беріз деп, бір жерге келсе, 5-6 жасар бала жүзінен нұр төгіліп, айналаны нұрландырып, рахаттанып ойнап жүр екен. Әке-шешесімен сөйлесіп, баланы ұстаханасына алып келеді. Баланы отырғызып, баланың мүсінінің кескіндемесін бірінші жасап алады. Сөйтеді де бақытты адамның бейнесін жасап шығарады. Оны көрген император да, жұрттар да таңғалады. Не деген бақытты адамның сұлбасын жасағансың деп. Енді бақытсыз адамның бейнесін сомдағанға адам іздей бастайды. Анаған барады, мынаған барады. Жоқ, әйтеуір бір жүзінде үміті бар адам. Сөйтіп жүргенде арадан 20 жыл уақыт өтіп кетеді. Мүсінші іздеуді жалғастыра береді. Бір күні базардың бір бұрышында келе жатса, жатқан ұсқынсыз адамды көз шалып қалады. Қарасы төбесінде бір уыс қана шаш қалған, құйқасына дейін тозып кеткен, жүзінде үміттің бірі белгісі жоқ, бір алқаш адам жатыр екен. Ана адамды ары айналып, бері айналып қарап, бұдан ұсқынсыз адам таппаспын деп, азғана ақшасын ұсынып, келісіп, ұстаханасына алып келіпті. Сөйтіп отырғызып, жаңағының алғашқы кескіндемесін алайын деп жатқан кезде, анадам өксіп, жылап жіберіпті. Сонда мүсінші таңғалып, неге жыладың деп сұраған екен. 20 жыл бұрын бақытты адамның бейнесін сомдаған бала мен едім. Енді міне, бүгін бақытсыз адамның да бейнесін сомдайын деп жатқаныма көңілім толқып, жыладым деген екен. Бұл әңгімеден шығатын қорытынды түйін, адам баласы қате өмір сүретін болса, жақындары мен жанашырларының оған шуағы мен арқа сүйеуі болмаса, әлемдегі ең бақытты адам, ең бақытсыз адамға айналуы әбден мүмкін екен. Әлеуметтік өмірдің жоғарылығы ол көңілдің жоғарылығын білдірмейді екен. Қаншалаған қалада, сәулем сарайда, 2 қабатты үйде тұрып, 2-ші қабатына айлап көтерілмейтін адамдар бар. 2 бөлмелі времянкада бажаларын шақырып, бермешелмен той жасап, өткен кеткендерін айтып, мәре-сәре боп шұрқырасып отыратын отбасылар да бар. Сондықтан мына қысқа ғұмырда өзімізді бақытты сезінгіміз келсе, ізгілікті сезінгіміз келсе, ең бірінші нәрсе жүрек тыныштығы екен.